Сәлеметсің бе, балақай? Класс KZ порталына қош келдің. Бүгінгі сабағымыздың тақырыбы қорытындылау. Бүгінгі сабақта сен алған біліміңді қорытындылайтын боласың. Ал балақай, мына тапсырмаға назар аудар. Бұл жерде теңдеу берілген, қанеки теңдеуді шеш. Ал балақай бірге тексерейік. Бұл жерде 700-ден 640 азайтылған жақшаның ішінде x пен 700-ден 260-тың қосындысы тең 700-ден 50 деген теңдеу берілген екен. Бірінші теңдеуді ықшамдаймыз. Ол үшін 700-ден 640-тан 700-ден 50-ді азайтамыз. Сонда айырманың мәні 700-ден 590-ға тең екен. Енді шыққан теңдеудегі x-ті табу үшін 700-ден 590-нан азайтамыз 700-ден 260-ті. Сонда x-ің мәні 700-ден 330-ға тең екен. Енді x-ің орнына 700-ден 330-ты қойып, теңдеуімізді тексереміз. Теңдеудің екі жақ бөлігі бір-біріне тең болды. Сонда шыққан 700-ден 330 деп тұрған мәніміз дұрыс екен. Жарайсың. Ал балақай, келесі тапсырмаға назар аудар. Бұл жерде сызба берілген. Сызба бойынша есеп құрастыр және оны шығар. Ал балақай, бірге тексерейік. Бұл жерде сызбаға назар аударсаң, бір бағыттағы қалып қою қозғалысына қатысты сызба берілген. Енді бұл сызбаға қатысты мынандай есеп құрастыруға болады. Арасы 220 км болатын екі ауылдан бір бағытта, бір уақытта екі автокөлік жолға шықты. Егер бірінші автокөлік жылдамдығы 70 км/сағат, ал екіншісінікі 90 км/сағат болса, олар 3 сағаттан кейін қанша арақашықтықта болады? Ал енді оны табу үшін бірінші олардың қашықтау жылдамдығын есептеуіміз керек. Ол үшін 90-нан 70-ті азайтамыз. Сонда қашықтау жылдамдығы 20 км/сағатқа тең екен. Енді олардың 3 сағаттан кейінгі арақашықтығын табу үшін осы қашықтау жылдамдығын 3-ке көбейтіп, оған 220 км-ді қосамыз. Сонда 280 км шықты. Яғни есептің жауабы олардың арақашықтығы 3 сағаттан кейін 280 км болады. Жарайсың. Ал балақай, мына тапсырмаға назар аудар. Бұл жерде де сызба берілген. Бұл сызба алдыңғы сызбаға ұқсас, бірақ назар аударып қарайтын болсаң, өзгешеліктер бар. Осы сызба бойынша есеп құрастыр және оны шығар. Ал балақай, бірге тексерейік. Сызбаға назар аударсаң, бұл жерде бір бағыттағы қуып жету қозғалысына қатысты сызба берілген. Бұған қатысты мынандай есеп құрастыруға болады. Арасы 220 км болатын екі ауылдан бір бағытта, бір уақытта екі автокөлік жолға шықты. Егер бірінші автокөлік жылдамдығы 90 км/сағат, ал екіншісінікі 70 км/сағат болса, олар 3 сағаттан кейін қанша арақашықтықта болады? Ал енді бұны есептеу үшін бірінші олардың жақындау жылдамдығын табамыз. Ол үшін 90-нан 70-ті азайтамыз. Сонда жақындау жылдамдығы 20 км/сағатқа тең екен. Енді олардың 3 сағаттан кейінгі арақашықтығын табу үшін 220-дан олардың жақындау жылдамдығы мен 3 сағаттың көбейтіндісін азайтамыз. Сонда 160 км шығады. Яғни есептің жауабы олардың арақашықтығы 3 сағаттан кейін 160 км болады. Жарайсың. Ал балақай, келесі тапсырмаға назар аудар. Бұл жерде бөлшектер берілген. Бөлшектерді салыстыр. Ал балақай, бірге тексерейік. Бірінші 28-ден 3 және 28-ден 10. Бұл жерде бөлшектердің бөлімдері бірдей, алымдары бойынша салыстырамыз. 3 10-нан кем болғандықтан 28-ден 3, 28-ден 10-нан кем болады. Келесі
31-ден 7 және 31-ден 6. Бұл жерде 31-ден 7, 31-ден 6-дан артық. Келесі 75-тен 11 және 75-тен 8. Бұл жерде 75-тен 11 артық. Келесі 7-ден 1 және 5-тен 1. Бұл жерде алымдары бірдей, бөлімдері әртүрлі. Сондықтан бөлімдері бойынша салыстырамыз. 7 5-тен артық болғандықтан 7-ден 1, 5-тен 1-ден кем болады. Келесі 50-ден 6 және 49-дан 6. Бұл жерде 50-ден 6, 49-дан 6-дан кем. Келесі 45-тен 19 және 55-тен 19. Бұл жерде 45-тен 19 артық болады. Жарайсың. Ал балақай, бүгінгі сабағымызды қорытындылайық. Бүгінгі сабақта сен әртүрлі тапсырмаларды орындап, өз біліміңді пысықтадың. Бүгінгі сабақ сен үшін қызықты, түсінікті болды деп ойлаймын. Сабағым аяқталды. Класс KZ порталында көріскенше қош, сау бол.